Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу. Құрмалас сөйлемнің жасалу жолын білу. Бүгінгі сабақта сіздер тыңдалған мәтіндегі ақпарат көзін тұжырымдай аласыздар. Құрмалас сөйлемнің түрлері туралы ұғым қалыптастырасыздар. Оқушылар, сабағымызға бір қадам жасау мақсатында назарларыңызды мына мәтінге аударуларыңызды сұраймын. Дала даңқын асқақтату. Мыңжылдықтар межесінде ғұмыр кешуді тарих тек біздің буынның ғана маңдайына жазыпты. Бұл бүгінгі буынның басына қонған бақ қана емес. Сонымен қатар, оның басына түскен уайым да. Бұл бізге берген мүмкіндік қана емес. Сонымен бірге, бізге төнген қатер де. Жүріп өткен жолымызды еске алып, таяу болашаққа ой көзімен үңілетін сәттеріміз де болуы тиіс. Осыдан 1000 жылдай бұрын ұлан байтақ Еуразия даласының нақ кіндігінде көне түріктердің ұлы империясы дүниеге келді. Ол империя кейін мына шеті Қытайдан басталып, ана шеті Византияға тіреліп жатқан, алып кеңістікті бағындырып алған қуатты мемлекеттік бірлестікке айналды. Сол уақыттардан бері біздің бабаларымыз солтүстік Еуразияның төсінде тұрақ мекенін ауыстырмай ғұмыр кешіп келеді. Қазір біз де тап сол өңірде өмір сүріп жатырмыз. Оқушылар, тыңдалым мәтінінің мазмұны негізінде төмендегі сұраққа жауап берулеріңізді сұраймын. Ғасырлар тоғысында өмір сүруіміздің өзі бақ, уайым, қатер дегенді қалай түсінесіздер? Ғасырлар тоғысындағы бүгінгі ұрпақтың басты бақыты мен байлығы тәуелсіздігі. Кейбір жас ұрпақтың ана тіліне, салт дәстүріне немқұрайлы қарауы уайым мен қатерге соқтырып отыр. Оқушылар, келесі мәтінге назар аударыңыздар. 15 ғасырда алғашқы қазақ хандығының құрылуы халықтың тарих төсіндегі, уақыт кеңістігіндегі өзіне тиісті бөлекше орында алып тастағанын тиянақтады. Ұлы хандарымыз Керей мен Жәнібек оны саяси тұрғыдан бедерлеп берді. Ұлттық тарихымыздың соңғы 5 ғасыры халқымыздың өмір сүретін кеңістік үшін арпалысының тарихы болып саналады. Біз өзіміздің өткен өмірімізге кездейсоқ оқиғалар тізбегі деп қарамауымыз керек. Ұлттың бойындағы қуат кернеуінің күштілігі сондай, біз жоңғарларға Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламаға да төтеп бере алдық. Сөйтіп, жеңіп шықтық. Оқушылар, осы тыңдаған мәтіндеріңіз бойынша сіздер тағы да қандай тарихи оқиғаларды білесіздер? Естеріңізге түсіріп көрсеңіздер. Қазақ хандығының құрылуы, Ор-бұлақ шайқасы, Аягөз шайқасы, Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама, Аңырақай шайқасы, Сырымда толы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс. 19 ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ халқының ұлт-азаттық көтерілістері. Енді оқушылар, құрмалас сөйлем туралы ұғым қалыптастырайық. Құрмалас сөйлем дегеніміз екі немесе одан да көп жай сөйлемдерден құралып, күрделі ойды білдіретін сөйлем. Құрмалас сөйлемге тән белгілер мынандай. Құрмалас сөйлем кем дегенде екі жай сөйлемнен құралуы тиіс. Құрмалас сөйлемдердің жай сөйлемдері бір-бірімен мағыналық, грамматикалық байланыста жұмсалуы тиіс. Құрмалас сөйлемнің жай сөйлемдері бір-бірімен жалғаулықшылаулар арқылы
немесе ұласпалы интонация арқылы байланысады. Осыған орай құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрі үшке бөлінеді. Салалас құрмалас сөйлем, сабақтас құрмалас сөйлем, аралас құрмалас сөйлем. Бұл ақпараттарды толықтыра түсу үшін тақтамен жұмыс жасайық. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде де, тың игеру жылдарында да Қазақстанға көптеген ұлт өкілдері қоныс аударды. Қазақстан көп ұлтты мемлекетке айналды. Оқушылар, бұл сөйлем айтылу мақсаты мен сазына қарай хабарлы сөйлем. Себебі ой, баяндай, хабарлай жеткізіліп тұр. Бұл сөйлем құрамына қарай құрмалас сөйлем. Оқушылар, біз жоғарыда құрмалас сөйлемдерді нешеге бөлінеді деп едік? Жақсы, құрмалас сөйлемдер үшке бөлінеді. Салалас құрмалас сөйлемдер, сабақтас құрмалас сөйлемдер және аралас құрмалас сөйлемдер. Енді оқушылар, осы жерде салалас, сабақтас, аралас құрмалас екенін қалай ажыратамыз? Ол үшін біз сөйлемнің құрамындағы компоненттеріне назар аударамыз. Бұл сөйлем екі жай сөйлемнен құралған. Бірінші жай сөйлем Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде де, тың игеру жылдарында да Қазақстанға көптеген ұлт өкілдері қоныс аударды. Бұл бірінші жай сөйлем. Яғни мына үтірдің төбесіне бір деп қоямыз. Бірінші жай сөйлем жақсы. Қазақстан көп ұлтты мемлекетке айналды. Екінші жай сөйлем. Яғни екі жай сөйлемнен құралып, күрделі ойды білдіріп тұрған құрмалас сөйлем екенін біз ажыратып алдық. Енді салалас па, сабақтас па? Әрине, бұл салалас сөйлем. Салалас сөйлем дегеніміз құрамындағы жай сөйлемдерінің баяндауыштары өзара тең дәрежеде тиянақты тұлғада келіп, өзара бір бүтін болып жұмсалатын сөйлемді салалас сөйлем дейміз. Яғни, бірінші жай сөйлемнің баяндауышы ұлт өкілдері не істеді? Қоныс аударды. Яғни, тиянақты сөйлем. Қоныс аударды деген тиянақты. Яғни, өз алдына дербес ойды білдіре алады. Сондықтан, бұл салалас құрмалас сөйлем. Екінші жай сөйлемнің баяндауышы айналды. Екі жай сөйлемнен құралған салалас құрмалас сөйлем. Келесі сабақтарымызда салалас құрмалас сөйлемнің 6 түрі болады. 6 түрін жеке-жеке меңгеретін боламыз. Бүгінгі сабақта сіздер мәтін сұрақтары негізінде ойларыңызды тұжырымдай білуді меңгердіңіздер. Құрмалас сөйлем, құрмалас сөйлемнің түрлері туралы ұғым қалыптастырдыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.